Мен әйелмін. Және бүгін әйелдерге айтар сүйінші жаңалығым бар. Әдетте Дина Төлепберген тек қана жағымсыз жағдайларды, жауыздық пен жемқорлықты айтатын. Бірақ бүгін шүкір деп бір сәтке болсын қуануымызға болатындай. Әйелді ұру қылмыс. Бұл енді бос ұран емес. Бұл енді заң. Біздің көптен күткен әйел құқы және балалар қауіпсіздігі туралы заң қабылданды. Мен барша тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы шыққан әйелдерге, сол әйелдердің сөзін қолдаған еркектерге, қоғам белсенділеріне, соңғайларда салтанат деп ұрандатқан барша жандарға шексіз алғысымды айтамын. Бұл біздің ортақ жеңісіміз. Ал енді сол бір заңның кей тармақтарына тоқталып өтсем. Егер күйеуіңіз көзіңізді көгертіп, денеңізге жеңіл жарақат келтірсе, кемі 2 жылға сотталады. Жарының денсаулығына ауыр зиян келтірген хайуандардың жазасы 8 жыл болмақ. Бұл нормалар тура 1 айдан кейін, яғни 15 маусымда күшіне енуі тиіс. Өкінішке қарай жасыра алмаймыз. Бұл заң Қазақстан әйелдерінің қанымен жазылған заң болды. Нақты қанша әйелдің өз күйеуінің қолынан қаза тапқаны туралы ресми деректер жоқ, бірақ жыл сайын Қазақ елінде 80 әйелдің өліп жатқаны туралы деректер бар. 5000-нан астам әйел полицияға шағымданады. Ал қаншама үндемей тауқыметті жасырып жүрген жандар бар. Бәлкім арамызда да бүгін отырған шығар. Бұл жағдайға байланысты менің өзімнің статистикам бар. Сенесіздер ме? Соңғы 6 жылда астарлы хаттың аясында алдыма 554 әйел келіпті. Психологиялық, қаржылық, құқықтық көмек сұрап. Мен олардың өмірін, тарихын зерттеп, күйеулеріне анализ жасап, өзіндік ой қорытындылар жасадым. Бәлкім менің шығарған қорытындыларым қатыгез болып көрінуі мүмкін, бірақ менің басқа амалым жоқ. Алдымен экранға назар аударсақ. Еркек тұрғанда ұратың шыны керек қой. Бала босанғаннан тоқтай ма десем, одан бетер ұршып кетті. Полицияға неге бар? Ол үйден шыққанмайды, қамып тастайды мені. Кейін уже ұрғанда мен өз-өзімді ұра бастадым кейін. Кейін айтады. Алтын, мен сен 2 күн ұрмай қалдым деп. Соғын әлесім деп. Мен сен 2 күн ұрмай қалдым деп. Мен айтам, ұрмай қойса еді. Кухняда тұрамыз, ыдыс жуып тұрамыз, бірдеңе болып тұр. Келеді, шапалақпен салып қалады. Енді мен сұраймын ғой, сіз не үшін ұрватсыз десем, бүйтіп сүйретті бөлмеге алып барады. Сен неге сұрайсың, сен маған сөз қайтарасың. Бір алып алғаны сөз қайтарасың. Неге мен сонда хақым жоқ па? Не үшін ұрватқанын сұрауға? Қызым 1 жасқа толған кезде айттым ғой, 1 жасында садық. Сол кезде мен аяқ қолымды неге төсекке байлап білген істеді. Біресе ұрады, біресе ұрып істейтін нәрсесін төсекке байлап алып мені. Сонда біреусі қой деген жоқ қой, ешқайсысы қой деп айтқан жоқ. Бүгін біз Ақтөбеде болған сұмдық жағдай жөнінде айтып жатырмыз. Айнагүл Бекенованың бетін бұрынғы күйеуі пышақпен тіліп тастаған. Әйелді құтқару үшін дәрігерлер 3 сағат бойы ота жасады. Ең сорақысы, полиция қызметі күдікті Сәкен Бекеновты бірден тұтқындамаған. Тек қоғамдық шу көтерілген соң, арада 21 күн өте тергеу изоляторына жапты. Қызылордалық азамат әйелін аса қатыгездікпен өлтірді деген ақпарат
бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде жарияланып, талай жұрттың жүрегін сыздатқан еді. 27 жасын атап өтпек болған бойжеткеннің өліміне басты күдікті жан жары. Ол деген ұйықтап жатырған жерінде, сол 2 бөлмелі үй ғой, пешпен, ортасы пешпен бөлінген. Сол жатқан жерінде жатыр үлкен қызы мен екеуі. Ал кішкентай қыз басқа бөлмеден табылды. Соған қарағанда кішкентай қыз жанталасып жүгірді. А мына екеуін ол өлтірді деп есептеймін. Соққы алмаған күнін сый деп ұғуға мәжбүр болған алтын. Ажырасамын деген үшін күйеуі бетін 33 жерден тіліп тастаған Айнагүл. 27 жасында тура өзінің туған күнінде күйеуінің қолынан қаза тапқан қызылордалық Ажар Шадиева 2 қызымен бірге бір түнде жанып кеткен жадыра. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың символына айналған салтанат. Өкінішке қарай бұл тізімді ұзақ жалғастыра беруге болатындай. Гүл өмірі күл болған әйелдерді бәлкім сіздер де білетін шығарсыздар. Бұл індетті тоқтату үшін заң жеткіліксіз. Сана, сезім, стереотиптер бәрі де өзгеру керек. Бишімбаевтың сотын аңдып, тиран, абьюзердің тактикасын сіздерде түсінген шығарсыздар. Олар ең алдымен әйелді эмоционалды тәуелді етеді өзіне. Одан кейін қоғамнан изоляциялайды. Қаржылық тәуелді етіп қояды өзіне. Сөйтіп әйел бұл вакуумнан шыға алмай, қорқыныштың құрбаны бола береді. Тиран абьюзер күйеуден неге кетіп қалмайсыз деген сұрақты мен өзімнің алдыма келген әйелдерге қойдым. Және олардың берген жауаптары ұқсас. Менің айтқан сөзіме дәлел. 5 себеп анықталды. Балаларым әкесіз өспесін деймін 22%. Баспанам жоқ, жұмысым жоқ 27%. Өлтіремін деп қорқытады. Қорқамын 10%. Ұят. Ата-анамды масқара қыламын ғой 30%. Кінә өзімнен шығар 11%. Ең әуелгі себеп өздеріңіз түсінгендей сол бір ұят екен. Сондықтан да мен бүгін осы залға келген ата-аналарға үлкен өтініш айтқым келіп тұр. Ең алдымен шаңырағында қыз тәрбиелеп отырған аналар, әкелер, қолдарыңызды көтеріңіздерші. Керемет. Менің қызым жоқ, бірақ мен қыз баласын зат секілді көріп, оның қайтып келгеннен өлгені жақсы деп ойлайтын ата-аналар түсінбей, менің ойымша бұл абсурд. Шынту айтуында қыз баласы дүниеге келгеннен кейін біз өзіміздің сөзімізге де мұқият болуымыз керек. Қыз, жат, жұрттық деген тіркес бар. Өзіңіз ойланып көріңізші, 9 ай күткеніңді жат деп жаныңа жақындатпау, бұл фашизмнің бір түрі деп білемін. Бүгін Дина тілімізге тиісіп мақалымызға шүйлікті демеңіз. Мен жай ғана әрбір қыздың жат емес, жаным болғанын қалаймын. Қымбатты ата-ана, осы форумнан кейін үйіңізге барған соң, бүгін, ертең және әрдайым қызыңызды қандай жағдай болмасын қолдайтыныңызды, оны адам ретінде, тұлға ретінде көретініңізді және оны шартсыз жақсы көретініңізді ерінбей, жасырмай айтыңызшы. Сонда ғана ол өзін батыл сезінеді. Жүрегінде жігер пайда болады. Болашаққа деген үміті артады. Меніңше қыздың қайтып келуі ұят емес, ал қылмыскермен қосып жіберуіңіз ұят. Басыңды көтеріп жүру ұят емес, ал басқаларға басымдық беруің ұят. Сіздің қызыңыз да, ұлыңыз да
психикасы сау, өзін құрметтейтін, жеке шекарасын білетін адам болып қалыптасу үшін ол сау ортада өмір сүруі керек. Бәлкім сол балаларымыз үшін құрбандыққа бару күнә емес шығар. Осы тұста мен сіздерге бір мысалды айтқым келіп тұр. Осыдан 40 жыл бұрын Шымкент қаласында тұратын бір жігіт жедел жәрдем қызметінде жұмыс істейтін бір жас дәрігерге ғашық болады, ұнатып қалады. Сөз салады, бірақ оның сезімі қайтарымсыз болады. Десек те жігіт намыстанып, оны алып қашады. Ал Шымкент, өзіңіз білесіздер, қалыптасқан стереотиптер, ақ орамал жабылған соң қайтып келген қыз жаман деген ұғым бар. Сондықтан да әйел көніп сол шаңырақта қалады. Бірақ олар неге екені түсініксіз, ахаж бөліміне қол ұстасып ақыры бармайды. Арада қыз дүниеге келеді. Бөпелі болған соң әлгі еркек ішеді, жүреді, әйелін ұруды бастайды. Бір рет ұрғаннан кейін әйел әлі бір жасқа толмаған қызын құшақтап, барар жері басар тауы болмаса да, көлігі болмаса да, шаңырақтан кетіп қалады. Өйткені оның бастысы білімі, жұмысы бар болатын. Жалғыз, жаяу, бастысы сау ортада қызымды қайтсем де аяққа тұрғызамын деп өзіне серт береді. Және ол өзінің сертінде тұрады. Әлгі қыз ол мен. Және мен өзімнің анама шексіз алғысымды білдіремін. Осы залда әлі тұрмысқа шықпаған қыздар бар шығар. Ендеше мұқият тыңдаңыздар. Статистикаға қарасақ, тұрмысқа шыққан соң тепкіге салынып жатқандардың арасында 17-24 жастағы қыздар 3 есе көп. Сондықтан қызды да, ұлды да шаңырақ көтеруге асықтырмаңыздар. Мен мәселен 28 жасында тұрмысқа шықтым. Иә, кәрі қыз деген жаман атаудың құлағыма сағызша жабысқаны хақ. Қашан тұрмысқа шығасың деп сұраған кезде шын мәнінде өзімді бір сол отбасыға қажетсіз сезінетінмін. Бұл сорақы манипуляция. Тағы да қайталаймын. Әрбір қыз баласының жеке шекарасы бар болуы тиіс. Және сол шекараны құрметтеу, шекарадан асып аттамау, осыны ата-ана және жақын деген туыстар өздерінен бастауы керек. Тұрмыстық зорлық зомбылықтың құрбаны болмаудың басты кілті қаржылық тәуелсіздікте. Сондықтан да мен барлық қыздарды білім алуға, өнерін өркендетуге, кәсіби өсуге, жұмысқа орналасуға шақырамын. Ал тұрмысқа шықпағандар болса, тұрмысқа шықпай тұрып, баспаналы болуларыңыз хақ. Иә, баспана бұл ғаламдық проблема деп айтуыңыз мүмкін, бірақ қыз баласы ол үшін бұл өте маңызды. Тіпті қаланың шетіндегі 25 шаршы метрлік кішкентай баспана болсын маңызды емес. Маңыздысы, егер Құдай бетін аулақ, бірақ күйеуіңіз сізге қол көтерсе, сіздің баратын және ешқашан қайтып келмейтін жеріңіз болу керек. Осы тұста тағы да қымбатты ата-анаға өтінішім. Әдеттегідей, ең алдымен ұлдарыңыздың баспаналы болуын ойламаңызшы. Ең алдымен қыздарыңызға көмектесіңіздер. Ұлдың мұрасы өзімізде қалады, ал қыздікі құдаларға барады деп ойлау қате. Егер ол өз баспанасына өзі ақша тауып жасап жатса, ол ұтылмайды. Ал қыз баласы үшін бұл қауіпсіздіктің алғы жарты. Тағы бір көкейтесті сұрақ. Бір рет қол көтерген еркек кешірім сұрағаннан кейін тағы көтере ме? Егер ресми статистикаға сүйенетін болса, 12% жағдайда осы бір тұрмыстық зорлық зомбылық қайталанады екен. Бірақ қанша мамандармен сұхбаттастым, қанша әйелдермен сырластым.
олардың барлығының да айтып жатқаны: бір рет ұрған еркек 1000 рет ұрады. Кезінде кешіргені үшін олардың барлығы да өкінетін жеткізген болатын. Экранға қарасақ. Бір сағат отырды, Маржан, өтініш, менің алшы, мен саған разымын, балам, мен сен үшін әр намазында дұға қыламын деді. Мен сол сөзіне сендім, үндемедім, арыз алдым. Сонда ол мен алатта семейтке басымды ұрады, айналып дуалға ұрады, мен үндемедім, кешірім бердім. Осы сіңіліңіздің өліміне өзімді де кінәлі етіп санаймын дедіңіз. Неге? Менің енді өзімді кінәлайтыным осыдан 4 жыл бұрын менің қолыма қашып келіп, менің үйімді паналаған кезде кәдімгі зерлеп отырып, қыздың алдына келіп, тізесіне 2 қолын салып, мені кешір, мен сені сүйем ғой, мен сені жақсы көрем ғой, мен сенсіз күнім жоқ қой деп кешірім сұрағасын, мен біртүрлі ана балаға сеніммен қарап, балаға айттым: жақсы, 2 қыздарың бар ғой, қосылыңдар, осы алдарты осы болсын, алдағы уақытта сендердің жамандықтарыңды естімейін деген әңгімемен өзім татуластырдыңыз қосып ғой. жіберіп едім, айырылмасын деп. Сол үшін өзімді кінәлі есептеймін. Сол кезде айырып алғанда әлде қалай болар ма еді деп ойлаймын. Кешірмеу керек. Мен қателік жасағаным қазір ғана сезініп жатырмын. Ау бастан қол көтергеннен тоқтату керек еді бәрін. Мен айтатын, осындай ер адамдар әйелдеріне қол көтерген болса, шыдамаңыздар. Баяндамамның басында айтқандай, Дина тым қатыгез екен деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ мен, қымбатты әйелдер, қыздар, сіздердің өтіріктің құрбаны болмауларыңызды тілеймін. Қылмысты жасыруға болмайды, қылмысты ақтауға болмайды, қылмысты кешіруге болмайды. Қымбатты әйелдер, еш нәрседен қорықпаңыздар. Мен 20 жасымда өзімнің туған қалам Шымкентімнен Астанаға қоныс аударған кезімде қатты қорыққан болатынмын. Жұмыс таба аламын ба деп. 22 жасымда ипотекаға өзімнің баспанамды алған кезімде де қатты қорықтым. Несиемді төлей аламын ба деп. 28 жасымда тұрмысқа шыққанда тағы қорықтым. Осы бір еркекпен отбасы бола аламын ба деп. Менің түсінгенім, қорқыныш ол бізді жоқ нәрседен және бәлкім ешқашан болмайтын жағдайдан қорқуға мәжбүрлейді. Ал қауіп бұл нақты факт, екеуін шатыстырмаңыздар. Қорқыныштан қорықпаңыздар. Өзіңе әрдайым сен. Дина Төлепберген.